Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында дәмді түшпара жасаймыз. Каналыма тіркеліп отырыңыздар. Жылы суға 1 шай қасық тұз қосып араластырамыз. Пиязымызды майдалап турап, сол туралған пиязымыздың үстіне 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап еземіз. Туралған етке пиязымызды саламыз. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық дәмдеуіш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. 1 жұмыртқаға тұздалған жылы суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды салып, орташа қатты қамыр илейміз. Bir ас қасық сұйық май қосамыз. Және бетін жауып тоңазытқышқа қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, 3 бөлікке бөлеміз. Және жаямыз.